Ғылыми жоба тақырыбы Тараз қаласының экологиялық жағдайын жақсарту жолдары. Жобаның мақсаты Тараз қаласының экологиялық мәселелерін зерттеп, әсіресе мектеп айналасындағы ауа мен тазалық жағдайын жақсартуға бағытталған қарапайым әрі нақты ұсыныстар әзірлеу. Міндеттер Тараз қаласындағы ауа ластануының негізгі себептерін анықтау, мектеп ауласындағы және оған жақын көшедегі көлік қозғалысын бақылау арқылы ауаның ластану деңгейін шамамен бағалау. Қоғамдық акциялар арқылы қала экологиясын жақсарту жолдары ұсыну, ауа сапасын жақсартатын жасыл желектердің маңызын зерттеп, мектеп ауласын көгалдандыруға ұсыныс беру. Тақырыптың өзектілігі ол біз өмір сүріп жатқан ортамыз таза болуына жауаптымыз. Бұл жоба арқылы біз экологиялық проблемаларды өз көзімізбен көріп, оларды шешімін табуға тікелей қатысамыз, яғни өз денсаулығымызды қорғауға үйренеміз. Бұл жобада оқушыға қолжетімді әдістерді қолдандым. Нәтижелердің ғылыми және практикалық құндылығы, яғни мектеп әкімшілігіне ауланы көгалдандыру және көлік қозғалысын реттеу бойынша нақты ұсыныстар беру, оқушылар мен ата-аналардың экологиялық жауапкершілігін арттыруға ықпал ету, және де қаланың экологиялық жағдайын жақсартуға бағытталған Жасыл Тараз сияқты бастамаларға өз үлесін қосу. Табиғат пен адам қашанда үйлесімді өмір сүріп келеді. Сонымен қатар Казинформ агенттігі Таза қала жобасында репортаж топтамасын жүргізген. Қала аумағы бойынша 32 миллион шаршы метр жасыл желек бар. Жалпы бір адамға 27 шаршы метрден шаршы метр ағаштан келеді. Алдыңғы уақытта бұл көрсеткішті 32 шаршы метрге үлкейтпекшіміз. Жыл сайын көліктер саны артып, атмосферадағы зиянды заттардың мөлшерін артады. Автокөлік санының үнемі көбеюі адамның денсаулығына да үлкен әсерін тигізеді. Автокөліктен шыққан түтін адамның денсаулығына ауру тигізеді. Қаладағы автокөліктер саны және олардың қала экологиясына әсері. Бір жолаушы вагоны жылына атмосферадан 4 тонна астам оттегін жұтынатын, сонымен қатар 800 килограмм көміртегі тотығы, 40 килограммға жуық азот оксиді және 200 килограммға жуық әртүрлі көмірсутектері бөлінетінін білдім. Жаз мезгілі басталысымен түрлі сусынға сұраныс артады. Сонымен қатар шыны, пластик қалдықтарды көбейеді. Достық серіктестігі Тараз тұрғындарынан шыны қалдықтарды сатып алады. Тіпті Шымкент пен Астанадан да бірнеше вагон шыны жеткізетінін білдім. Айта кетсек, қаланың қатты тұрмыстық қалдықтары Жасылбек Тараз ЖШС қоқыс полигонына жіберіледі. Онда шыны, металл, сонымен қатар қағаз секілді жарамды материалдар қолмен сұрапталады және қалған қалдықтар жерге төселеді. Қазіргі уақытта полигон 60%-ға толған және де сонымен бірге қаладан 8 шақырым, Тараз қаласына 8 шақырым жерде Махмутов кәсіпкерлігі және Байзақ ауданында ИК компаниясы да қаладан шыққан қалдықтарды өңдеумен айналысады. Таза қала бағдарламасында Тараз қаласы 15 ұпайға ие болған. Тараз қаласындағы негізгі ірі өнеркәсіп орындары ол Қазфосфат ЖШС, Тараз металлургиялық зауыты ЖШС және минералдық тыңайтқыштар зауыты. Және де осындай ірі зауыттардан шығатын зиянды химиялық заттар бұл күл, металл оксидтері мен тұздар, күкірттің газды қосылыстары, аммиакты, көмірқышқыл газы мен шаң тозады. Жасыл желек өмірдегі тірегі, табиғаттың жүрегі. Біздің мектеп ауласында 80 бозашы ағашы отырғызылды. Сонымен қатар мектеп еріктілері Тараз қаласының аумағын тазалауға акцияларына қатысты. Таза Қазақстан экологиялық бастамасы аясында мектебіміз қалалық жасыл әлемді бірге құрайық атты табиғатты аялауға бағытталған ерекше акцияға қатысты. Қала экологиялық жақсарту үшін қоғамдық акциялар арқылы жүзеге асыруға болатын бірнеше тиімді жолдар мен идеяларды ұсынамын. Олардың біріншісі қалдықтарды басқару және тазалық. Акция идеясы таза аула, таза қала сенбілігі, эко-челлендж қалдықсыз күн. Сипаттамасы тұрғындарды, еріктілерді, мекемелерді біріктіріп, саябақтарды, өзен жағалауларын, аулаларды қоқыстардан тазалау, қоқысты бөлек жинау. Экологиялық нәтиже қала аумағындағы ластануды азайту, қоғамның тазалыққа деген жауапкершілігін арттыру. Ал екінші
акция бұл көгалдандыру және жасыл аймақтар. Акция идеясы менің ағашым немесе жасыл аймақ. Эко-челлендж қалдықсыз күн. Тұрғындардың еріктілерді, мекемелерді біріктіріп, саябақтарды, өзен жағалауларын, аулаларды қоқыстан тазалау, қоқысты бөлек жинауды ұйымдастыру. Ал экологиялық нәтиже пластик қалдықтардың көлемін азайту, көп реттік сөмкелер мен ыдыстарды қолдану мәдениетін қалыптастыру. Ал үшінші акция бұл экологиялық сауаттылықты арттыру. Ал акцияның идеясы эко-лекторий немесе жасыл сабақтар. Сабақтарды мектептерде, кітапханаларда экологиялық қоқыс сұраптау, суды үнемдеу тақырыптарында ашық дәрістер өткізу. Ал экологиялық нәтиже халықтың, әсіресе жастардан экологиялық мәдениеті мен сауаттылығын арттыру. Сонымен қатар назарларыңызға рахмет.